Бір жыл бұрын мен сетевой бизнеске енді қайтып келмеймін деп кеткен болатынмын. Бүгін мен қайта оралдым. Мен Гаухар. Мен сетевойда 16 жыл стажы бар, үлкен топ лидер болғанмын. Мен 11 мыңға жуық адамнан тұратын үлкен команда құра алғанмын. Командамызбен талай рет саяхаттарға шыққан болатынбыз. 2 рет автокөлік алдық салоннан. Және де бизнес жасайым, сатам емес, бизнес жасайым деген кісілерді тәрбиелеп көзін ашқан топ лидер болатынмын. Бірақ соңғы жұмыс жасаған компаниямыздың аяқ астынан жабылып қалуына байланысты біз шыны керек бәріміз күйіп кеттік. Мен енді өзім үшін аса қатты уайымдамаймын. Менің жаңағындай бір айтқан сөзімді жерге қалдырмай, соңымнан ерген адамдардың ішінде лидерлер де болатын, бизнесмендер де болатын, және декреттегі аналар да болатын. Мен сол кісілер үшін уайымдадым. Одан кейін ойладым, енді бұл салаға келмеспін деп. Себебі біз сетевой бизнесті жасайтын адамдар шыңдалдық, күшейдік дегенде соған сай келетін компанияның болмай қалуы мен үшін енді өте қауіпті жағдай болды. Одан кейін мен негізі оған дейін де мықты қаржыгер болатынмын. Үлкен корпорацияда 2 отделдің жетекшісі болғанмын. Сосын өзім ойладым, қазіргі таңда не көп, онлайн жұмыстар көп. Сауатты қаржыгер қай салада да болса табылады деп, мен 1 жыл бойы сол қаржыгер болып жұмыс жасап, онлайн табыс тауып жүрдім. Бірақ маған бірдеңе жетпеді. Маған сетевой бизнестің вайбы жетпеді. Сетевой бизнестің бір қызық жері, күшті жері, адамдар бір мақсатқа жұмылады. Бір-бірінің жасаған жетістіктеріне бірге қуанады. Біреу қиналып жатса, соған көмек көрсетеді, Біреулер жаңағындай жаңадан өнімнен жақсы нәтижелер алып жатса, соған кәдімгідей төбесі көкке жетіп жүреді. Мен сондай вайбты аңсадым. Себебі басқа салада әркім өз қазанын өзі қайнатып жүре береді екен. Анда-санда өздерінің кәсіби мерекелерін тойлайды да жүре береді екен. Енді менің сетевой бизнесқа қайтадан бұрылуыма не себеп болды десеңіздер, ол әрине ұлымның денсаулығы болды. Аяқ астынан ауырып қалған ұлыма осы компанияның өнімін менің досым берді, және де ол өнім көп күттірмей 2-ақ күннің ішінде өте тың нәтиже берді. Содан кейін өзі 1 жыл бойы сетте жұмыс жасамаған кезде мен де пайдаланбағанмын. Соның әсерінен көптеген жаңағындай ауруларым бетке шыға бастады. Ал енді осы компанияның өнімдерінің арқасында мен соңғы 6 жылда жете алмай жүрген D3 витаминінің көрсеткішіне нормаға жеткіздік. 1,5 айдың көлемінде. Және де ТТГ өте жоғары болатын, соны түсіруге көмектейді. Содан кейін мен ойладым, менің қолымда мықты инструмент тұр екен ғой деп. Содан кейін мен бизнес жасағым келеді деп тілегімді айтқан уақытта маған осы компанияның ең жоғарғы чегі келді кездесуге. Сол кісімен мен кездескенде мен 2 нәрсеге мықты көзім жетті. Біріншісі, ол шынымен де осы компанияда ақша өте көп екен. Себебі 2-ақ жылдың чегін көрген кезде мен ана чектің үлкендігінен басым айналды әрине. Себебі 16 жыл бұрын стажым бар деп отырмын ғой, мен ондай чекті 2-ақ жылдың ішінде жеткен адамды көрмеппін. Екіншіден, сол лидердің көзіндегі от. Қаншама адамға көмектессем, қаншама сетевойдан жаңағындай чек таппадым деген кісілерді дәрежеге жеткізсем деген керемет оты лапылдап жанып тұр екен. Содан кейін мен де шешім қабылдадым. Мен де дәл мен сияқты сетевойға ренжіп теріс айналып жатқан қаншама кісілердің бетін бері қарата алатын өзімнің мысалым бар ғой деп. Сондықтан да қазіргі таңда мен сіздерді жаңа леппен, бұрынғы біліміммен және де жаңа жүйемен мықты бизнес құруға шақырамын. Сіз де менің командамда болғыңыз келсе, жазыңыз, бірге бастаймыз.